бес бұрыш таңбасын жапсырып беріп отырамын. Жа балалар, біз өткенде қандай әріппен таныстық? Өте жақсы. Және қандай буындармен таныстық? Кімге оқыршы дауыстап? Қандай сөз? Қандай сөз шықты? Қандай буын? Лу буынына ағаны қоссақ қандай сөз шығады? Өте жақсы, қатты дауыспен оқырмыз. Балалар, мынау қандай сөз? Өте жақсы. Балалар, қандай бір ерте деп басталатын біз ертектерді білеміз, е? Қандай ертек білесіңдер? Бауырсақ, басқа? Басқа кім қандай ертек біледі? Өте жақсы, сен? Кім неден күшті? Ыспен тышқан. Мақта қыз бе? Қызы. Жа ендеше балалар, мына менің іліп жатқан суретім қай ертегінің суреті деп ойлайсыңдар? Өте жақсы. Бауырсақ ертегісінде негізгі кейіпкерлері кім? Бауырсақ ертегісінің негізгі? Мынау кім? Мынау кім? Өте жақсы. Ендеше балалар, мен сіздерге бір тапсырма берейін. Біздің өткен әріптер бар ғой. Яғни біз мына әріп кассадан әріппеден бір есімізге түсірейікші. Мынау қандай әріп еді? Осы төрт өткен дыбысымызды пайдаланып, мына ертегінің қай кейіпкерінің атын біз жаза аламыз? Ата дегенде ортасында қандай дыбыс естіліп тұр? Біз тыны қойдық па? Жоқ, енді қараңдаршы міне. А, У, Ч, Ыл. Осы төрт дыбысты кірістіреміз. Өте жақсы, орнынан тұра қойшы. Қандай сөз құруға болады дедің? Чал деген сөз құруға болады дейді. Тағы да? Апа деген құны көрген жоқсыз. Жа балалар, біздің көрген осы дыбыстарды пайдаланып, мына дыбыстарды пайдаланып. Көп сөз, өте жақсы. Кім айтты? Түректірге. Тағы да айтып құруға болады. Тағы да қандай сөз? Чана, жақсы. Тағы да? Айта ғой. Ана, өте жақсы. Ала, өте жақсы. Өте жақсы. Чана, тағы да қандай сөз? Анау. Өте жақсы. Ендеше балалар, біз тек қана мына ертегіге байланыстырып, мынау неше дыбыстан құралған деп тұрмын. Мынау неше дыбысы? 3 дыбыс, е? Қандай дыбыстар? Көкпен біз қандай дыбысты белгілейміз? Көкөңмен. Қатты. Қызылмен қандай дыбысты белгілейміз? Дауысты. Ендеше мен сіздерге берген тұрған тапсырмам. Бергенімдеші балалар. Неше дыбыстан құралғалы тұр? 3 дыбыстан құралғалы тұр. Екеуі қандай? Біреуі қандай? Дауысты. Мына ертегі кейіпкерлеріне байланысты. Мына ертегі қай бір кейіпкердің атын жазайық? Қай біреуінің атын жазайық? Ата дегенде біз тылы өттік па? Чал. Өте жақсы. Қатты айтшы. Чал деп жазуға болады екен, шын ба? Ендеше біз сол ертегі кейіпкерлерінің қай біреуінің атын мына ашық жерлерге жаза қояйық. Өте жылдам. Өте жылдам жазған балалар тақтаға білеміз. Өте жылдам. Ой, кәне. Бірінші бетін дегені. Айман, бер келе ғой. Кәне, жазылды ма, кәне?
береміз, бірінші бетінде. Өте жылдам. Жазалмаған балалар ма? Жазалмаған балалар ма? Жазбаған балалар бар ма? Барлығы мұғалімге қараймыз. Ой балалар, қандай не дауыс естілді бізге? Бізге есікті қағып тұрған? Мен ертелерінен келе жатырмын. Сабақтарыңызды жақсы оқыңдар. Мен сендерге қоржын әкелдім. Баратын жерім көп әлденде. Сабақтарың жақсы оқыңдар. Ой, атайға рахмет, сау болыңыз. Балалар, жәнегі біздің сөйлесіп жатқанына ертегі әлеміндегі кейіпкеріміз бізге қонаққа келіп қапты ғой. Ол кісі құр келмепті. Не әкелді? Қоржын әкелді. Қоржынында балалар не бар деп ойлайсыңдар? Басқа. Ойыншық болуы мүмкін. Балалар қараңдаршы, мынау ауыр ма, жеңіл ма? Жеңіл. Ішіндегі нәрсе қандай сияқты? Төртбұрыш па, дөңгелек па? Төртбұрыш сияқты. Мынау ұстап көріңдерші. Мынау қандай не нәрсе бар екен көрші? Ойыншық. Ал сен көре ғой. Дорба. Ал сен көре ғой. Не бар екен? Ойыншық. Сен көре ғой. Мүмкін иісін иіскеп көрерсіңдер. Иісін иіскеп көрші. Бірден иісі шығар ма? Дөңгелек дейді. Ненің иісі шығуы мүмкін? Тәтті. Қатты айта ғой. Не бар екен ада? Тоқаш болуы мүмкін. Ұстап көрші. Ойыншық болуы мүмкін. Иісі бар ма екен Тасқынбек көрші? Нан болуы мүмкін де. Тағы сен көріп көрші. Не бар екен? Ойыншық. Салмағын көрші, салмағын. Ауыр ма, жеңіл ма? Ауыр дейді. Мынау дөңгелек нәрсе бар ма? Ішінде қандай нәрсе бар? Ұстап көрші. Ойыншық болуы мүмкін. Нан көрші. Дөңгелек болуы мүмкін дейді. Жай ендеше балалар. Барлық көрмеген балалар ұстатып көрейік. Не бар екен? Пішен болуы мүмкін. Не бар екен? Тоқаш болуы мүмкін. Не бар екен? Нан болуы мүмкін дейді. Не бар екен? Нан болуы мүмкін дейді. Ойыншық дейді. Ойыншық болуы мүмкін дейді. Көлемін көрші. Тоқаш, төртбұрыш. Тоқаш болуы мүмкін дейді. Сен көре қойшы. Ойыншық болуы мүмкін дейді. Сен көре қойшы. Дорба. Жай балалар. Ендеше нан ішіндегі болады балалар. Нәрсе ішіндегі нәрсе қандай екен? Жоқ, көлемі қандай екен? Төртбұрыш екен. Жақсы. Ішіндегі нәрсені білгілерің келе ме? Ендеше не шығарып көрейік? Нан екен ғой. Балалар қандай нан? Төртбұрыш нан. Балалар, нан өте қасиетті тағам. Нанды, құранды басып тұрып, нанды қайтуге болады? Өте
екен. Ендеше балалар, нан деген сөзде неше дыбыс естіп тұрсыңдар? Жай балалар, буынға бөліп көрейікші нан деген сөзді. Неше буын? Өте жақсы. Ендеше балалар, біздің өткен қандай әріп бар? Өте жақсы. Қандай әріп бар? Жоқ, нан сөзінде біздің, нан деген сөзде біздің өткен айта қойшы. Бар екен. Достар, қандай естіліп тұр, е? Және ендеше балалар, көздерін жұмыңдаршы. Көздерін. Осы сөздің ең басында қандай дыбыс естіледі екен? Нан естіліп тұр. Ал соңында қандай дыбыс естіледі екен? Нан. Көздеріңді аша қой. Қандай дыбыс естілді? Нан. Соңында қандай естіліп тұр? Естіліп тұр. Ендеше балалар, біз бүгін қандай дыбыспен танысақ ұқсаймыз? Қандай дыбыспен? Дыбыспен танысады екен. Жайлым, оқушы қалай тұрады? Балалар, біз бүгін ендеше қандай дыбыспен танысады екенбіз? Ал барлығымыз хормен айтайық бірге. Тағы да айтайық. Тағы да айтайық. Өте жақсы. Біздің тілекберді айтшы, қандай дыбыспен танысатын сияқтымыз? Өте жақсы. Ләйлім, Еңкар айтшы. Өте жақсы. Тасқынбек айтшы. Жай балалар, мен сіздерге бір сұрақ қойғайтын. Қандай дыбыс? Өте жақсы. Оны қайдан білдік біз? Көппен деп артықтан берді қойшы. Айтылған кезде орнына тұрмайтшы. Қалай екен, неге дауыссыз болды деп ойлайсың? Тілің тісіңе тиіп тұр. Тағы да кеудедегі ауа, айтып. Ұшырағандықтан ол қандай дыбыс болады? Жақсы, ендеше дауыссыз ба? Тіліміз бен тісіміз бір-біріне тие ме екен? Барлығымыз айтайықшы. Тиіп тұр. Қайтадан. Тілмен тіс бір-біріне қайтып тұр. Өте жақсы. Жақсы. Балалар, ендеше біз дыбысына буын құрайық. Дыбысына буын. Балалар, естіңізші, буын құрау үшін буындар неден
nodusu var mı? Oylamayık Mirvet. Жоқ сөйлем емес сөз іңкәр айтамашы. Нар дейді. Нар деген сөзді қай жерінде тұр? Өте жақсы. Тағы да кім айтып береді? Ал айта қойса дейді. Ана дейді. Ана сөзінде қай жерінде тұр? Ортасында. Ал Айман айта қой. Мына деген сөзді қай жерінде тұр? Өте жақсы. Сен айта қой Тілекберді. Қай жерінде тұр? Ортасында. Жай жақсы. Ал айта қой. Қай жерінде тұр? Басында. О, дұрыс қайда айтшы? Орнынан тұрмайшы. Қатты айта қой. Өте жақсы. Ендеше балалар, но дыбысы сөздің қай жерінде кезігетінін кім айтып береді маған? Ал айта қойшы сен. Сөздің қай өте жақсы. Ендеше балалар, біздің дене мүшемізде но дыбысы кіріскен сөз бар ма? Қандай сөз бар? Біздің дене мүшемізде, адамдардың дене мүшесінде қандай сөз бар? Өте жақсы, қатты айта қойшы. Мұрын сөзінде но дыбысы қай жерінде естіліп тұр? Мұрын. Қатты айта қой. Аяғында дейді. Оқушы қалай айтады? Осы сөзді жақсылап бір тыңдаңдар. Мұрын. Соңында но дыбысы қалай естіліп тұр? Ендеше балалар, тағы бір сөз айтам, есте қойыңдар. Бөкен. Но дыбысы қай жерінде естіліп тұр? Соңында қалай естіліп тұр? Оқушы барлық мұғалімге қарайды. Но дыбысы сөз соңында болып қайтеді екен? Естіледі екен. Өте жақсы. Ендеше балалар, біздің класста но дыбысы кіріскен балалар бар ма? Айман. Өте жақсы. Балалар, ол экранға сер салып қараңызшы. Біріншіден білмей өтіп естейік. Жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар мұқият зер салып қараңыздар. Найзағай, нөсер, нар, найза, наубайхана, Ал енді балалар, бірге осы сөздерді бірге айтып көрейікші. Біріншіде естіп ап, екіншіде бірге айтамыз. Ал жат. найзағай, Ал жет, дауысын естейік. нар,
Birinchidir. No dыбысы кіріскен болу керек, иә біздің сөйлемімізге. Ал кім айтады тағы да. Ал айта қой. No дыбысы кіріскен сөз бар. Анал, өте жақсы. Жа балалар, ендеше no дыбысының баспаша түрі мынау екен. Жа баспаша түрін біз қай кезде қолданамыз? Баспаша түрін қай кезде қолданамыз? Оқығанда. Кітап оқығанда баспаша түрі қолданылады. Ал мынаның баспаша үлкен түрі, ал мынаның баспаша кішкене түрі. Ал ендеше балалар, барлығымыз no дыбысын жазып үйренгіміз келе ме? Мынау балалар қандай кейіпкер ертеңнің? Кім еді мынау? Алдар көсек тымағын киген Микки Маус. Ол мына әрпін қалай жазыпты? Ендеше бізде осылай жазғыларымыз келе ме? Ал алдарында таяқшадан Микки Маустың мысын жаза қояйық. Микки Маус жазған оны біз де жаза алады екенбіз. Өте жылдан. Мұғалім жазып қой. Өте жақсы. Жаза алмаған оқушы болса, мұғалімнен көмек алуға болады. Өте жақсы. Кішкене жазамыз. Өте жақсы. Оқушылар барлығын жақсы жазыңдар. Ендеше балалар, кітаптарының мына бетін аша қойыңдаршы. Біз мына жерде не суретін көріп тұрмыз? Түйе. Мынау кім? Ала. Мынау қандай түйе? Нар түйе. Неге нар деп атаймыз? Бір өркеші бар ғой, нар дейді екен. Мына балаға no дыбысы кіріскен бір ат қоя қояйықшы, no дыбысымен басталатын. No дыбысы кіріскен. Науан деген қой болады. Басқа? Ау? Аян, өте жақсы. Нұрболат, өте жақсы. Ендеше балалар, барлығымыз мына сөздерді оқи қояйық. Дауыстап оқимыз. Жақсы. Мынау қандай сөз? Қандай сөз болды? Қандай болды? Ван болды. Дауыстап оқимыз. Мынаны оқи қой. Өте жақсы. Мынаны оқи қой, Тасқынбек. Не болды? Қандай сөз шықты? Сөз шықты. Өте жақсы. Мына сөзді оқи қой. Қатты. Өте жақсы. Мынаны оқи қой. Өте жақсы. Мына сөзді оқи қой. Өте жақсы. Мынаны оқи қой. Жақсы. Ал оқушылар, барлығымыз мынаға байланысты сөздерді оқыдық, е? Ендеше, барлығымыз экранға зер салып тыңдайық. Экранға зер салайық. Мына тағы да экраннан біз кімдерді көріп тұрмыз? Тағы ертегілер әлеміндегі? Тасбақа, Арыстан, және әнірі кім еді? Алдар көсі немесе дым білмес. Дым білмес, түк білмейтін бал екен мынау. Мынау айтады бізге. Әй, сендер қандай әріппен тасып қойдыңдар? Мен де білейінші дейді. Мынаға көмектескілері келе ма?
көрейік ендеше. әрпі. Оны білмес те біліп алды. Біз қандай дыбыспен таныспыз? Н дыбысымен. Жай балалар, Н дыбысының жазбаша түрі тағы да қайтеді екен? Болады екен жазбаша түрі. Оқушы қалай тұрады? Жазбаша түріміз қандай кезде керектенеміз? Жазғанда керектенеміз. Ендеше диктант жазғанда барлық мұғалімнің қолына қарай қойыңдар. Н дыбысының жазбаша түрі қалай жазылады екен? 1, 2, 3. Неше санына сыйғызып жазады екенбіз? Ал, кішкене түрін жазайық. 1, 2. Ал экраннан Н дыбысы қалай жазылатынын білгілерің келе ма? Ал, барлығымыз зер салып қарайық. Бұның қандай түрі? Жазбаша түрі. Кішкене түрі. Ал барлығың балаларыңды қолдарыңа алыңдаршы, ауада жазып көрейік мұғаліммен бірге. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ал кішкене түрі. 1, 3. 1, 2, 3. Ендеше балалар, біз жазу жазғанда жазбаша түрін қолдану үшін барлықтарының алдарында жазу үлгіде бар екен. Жазу үлгідегі Н дыбысының жазбаша түрін бір жол, кішкене жазбаша түрін бір жол жаза қояды екенбіз. Ал кәне балмен жаза қой, қарындашпен болса да жаза алмай отырған балалар болса, мұғалімге көмек алады. Жаза қой. Бір жол ғана жазсақ болды. Бір жол өте жақсы міне. Біздің бүлік берген жазып қойыпты бір жол. Кішкенесін жаза қой, енді кішкенесін жаза қой. Өте жақсы. Тасқынбек дұрыс, енді кішкенесін жаза қой. Өте жақсы. Жақсы. Бір өте жаза қой отырсың ба? Кәне, қолымызды ұстаймыз. Жақсы. Жай балалар, енді қалғанын үй тапсырмасы ретінде қалған жазуларымызды қайтеді екенбіз? Жалғастырып келеміз. Жай балалар, оқушы қалай отырады? 1, 2, 3. Сендер шаршадыңдар ма? Біздің қолымыз талып кетуі мүмкін, е? Сонымен біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? Кім маған әріп кассадан көрсетіп береді? Н дыбысын әріп кассадан көрсете ғой. Қай жерінде тұр әріп кассадан? Жүгіріп кеп біреу мынадан. Біреуің Тасқынбек ана әріп кассадан көрсете ғой. Біреуің мына алфавиттен кім көрсетеді маған? Көрсете ғой. Н дыбысы қай класстың қай жерінде тұр? Көрсете ғой. Өте жақсы. Ал Тасқынбек көрсете ғой. Қай жерде тұр? Өте жақсы. Сен мына жазу үлгіден көрсете ғой. Қай жерінде тұр? Н қай жерінде тұр? Н қай жерінде тұр? Өте жақсы. Басқа балалар, Н дыбысы осы класста тұрған жер бар ма? Н дыбысы қай жерде тұр? Ана қазақ алфавитінде басқа. Басқа алдақтарға қараңдаршы, партаның арт жағына қараңдар. Қай жерде бар? Ал жүгіріп барып кім көрсетеді маған? Өте жақсы. Отыра қоямыз. 1, 2, 3. Сендер орындарынан тұрып, еркек оқушы бірігіп, бүгінгі біздің көрген Н дыбысын қалай істеуге болады? Мен жасап көрейінші Алжа, кәне. Кім істеді? Алжа. Мысалы, мына екеуміз Абдулсамет екеуміз Н жасасақ, мынау Н дыбысына ұқсайды ма? Мынау Н-ның бір жақ аяғы, мынау Н-ның бір жақ аяғы Н дыбысына ұқсайды ма?
тапсырма бар.